Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен тышпара дайындаймыз. Ол үшін бізге сиыр еті қажет болады. Ол үшін сиыр етін майдалап, мясорубкадан өткізіп, ет тартқыштан пияз қосып, және қара бұрыш қосып, дәмін келтіреміз. Нанды бір жұмыртқамен, тұз қосылған сумен жақсылап елеп, июін қандырып, ұн қосып отырып, қамырымызды жаямыз. Қамырымызды үлкейген соң, форманы көмегімен кесетін боламыз. Қамырымыз өте жұқа болмау керек, және де қалың болмау керек. Қамыр елегенде қатты ғып елемеу керек. Міне өстіп дөңгелек пішінді ғып кесеміз. Дөңгелек пішіндеріміз дайын. Енді ішіне дайын салмамызды, фаршымызды салайық. Кішкентай ас қасықтың көмегімен өстіп фаршымызды аз мөлшерде салып, жан-жағын жақсылап қысып, бір дөңгелек формаға келтіреміз. Міне екі жағын қыстық. Әдемі тышпаралар дайын болады өстіп. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ал енді тышпарамызды пияз бен томат қосылған, қосып қуырылған суға қайнатып аламыз 35-40 минуттай. Және де 1-2 картопты аршып, турап жіберсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Есі өте керемет. Каналымда көріскенше сау болыңыздар.